Бүгін Өскеменде жыр алыбы Жамбылдың ескерткіші ашылды. Жиылған қауым ақын өлеңдерін тыңдап, театрландырылған қойылымды тамашалады. Қоладан құйылған еңселі ескерткіш Жамбыл саябағына орнатылыпты. Ескерткіштің салтанатты ашылу рәсіміне аймақ басшысы Даниал Ахметов пен қала әкімі Жақсылық Омар, зиялы қауым өкілдері мен ақынның немерелері қатысты. Қадірменді жерлестер, жасампаз елдің жас ұрпағына жыр алыбы Жамбылды ұлықтауы аса маңызды. Оның мол мұрасы еліміздің асыл қазынасы. Жамбыл жырлары Қазақстан халқымен мәңгі бірге жасай береді. Жамбыл Жабаевтың құрметіне арналған ескерткіштер тек қана Қазақстанда емес, Украина астанасы Киевте, Түркияда, Сербия астанасы Белградта орнатылған. 2 жылға жуық уақыт жұмсалған ескерткішті 3 мүсінші бірігіп дайындаған, ал қоланы арнайы Беларусь мемлекетінде құйдырыпты. Біз ескізден бастап жасағанымызға біз 1-2 жылдай уақыт кетті. Жаңағыда оның нелері ұзақ. Жалпы мүсіндік образын іздеген кезде бұл енді көп жерде қалыптаспаған бір канон сияқты нелер көп болды. Біз одан қаштық. Сәрсен Сейітов ағамыз, Мақұлбаев Еркін, сосын мен Дулат Қазбек авторлар жаңағыдай осы жобаны. Бұл енді Өскемен қаласына бұндай ескерткіш бой көтергеніне өте қуаныштымыз, құттықтаймыз. Ескерткіштің ашылу салтанатына ақынның немерелері Салтанат Жамбылова мен Жеңісхан Жамбылов қатысты. Жамбыл атамызға еңсесі биік мынандай ескерткіш қойылып жатыр. Бұл енді әрине қуаныштымыз. Өйткені жалғыз енді біздің Қазақстанда әр қалада бар ғой Жамбыл атаға ескерткіш. Алматыда да бар, 2 ескерткіші бар, Таразда деген сияқты, Астанада осы 2010 жылы қойылды еңсесі биік ескерткіш. Сол сияқты міне Шығыс Қазақстан облысында, Өскемен қаласында енді ол 3 ұйықтасақ та түсімізге кірген емес. Өте қуаныштымыз. Рахмет көп сіздерге. Жамбыл атамыздың жасын бағын берсін бәріңізге де. Айтпақшы, облыс бойынша ақын құрметіне аталған 5 мектеп, 33 көше, 3 елді мекен бар. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым дейтін жыр дүлдүлінің ескерткішіне таңдай қаққан жұрт гүл шоқтарын қойды. Ал туынды авторлары болса, мүсіннің көпшілік көңілінен шығарына сенеді. Дуадақ едім, шөлі жоқ, аққу едім, көлі жоқ. Сыбызғы едім, үні жоқ, асыл едім, құны жоқ. Енді бүгін кім болдым, елі сүйген жыр болдым. Иә, ақынның дәл осы өлеңі осыдан 84 жыл бұрын жазылған, бірақ дәл бүгінге арналып жазылғандай.